Кесілген нан көптеген елдерде танымал болды. Отто Фредерик Роведер нан кескішті ойлап тапқыш болып есептелді. 1912 жылы Роведер нан кесе алатын машинада жұмыс істей бастады. Кесілген нандар кеуіп қалады деп есептеп, бірақ наубайханалар мұндай машиналарды зауқсыз қолданды. Тек 1928 жылы Роведер нанды кесе отырып, орайтын машина ойлап тапқанда, кесілген нан танымал бола бастады. Нан ас атасы, ол бидай ұнынан жасалады. Дәстүрлі қазақ қоғамында нан пісірілуіне қоспасына қарай әртүрлі аталған. Әдетте пешке пісірілгендерінің нан, отқа көміп пісірілгендерін күлше, табаға, тандырға пісірілгендерін бәтір, қазанға пісірілген қарма, майға пісірілген бауырсақ, жайма деп аталады. Нанды жерге тастамайды, үстінен аттамайды, үстіне ешбір затты қоймайды, нанды бір қолмен үзіп жемейді. Қазақтар нанды қасиетті деп санайды. Алайда нан ұннан, судан жасалады. Нанға тұз, ашытқылар, дрожжи қосады. Олар өз кезегінде нанды пешке салу үшін қабығын қалыңдатып көтереді. Нан неолит дәуірінде-ақ пайда болып, даярлану тарихтерінде жатқан өнімнің бір түрі. Алғашқы нан жарма мен судан даярланған. Сол сияқты су мен ұнды кездейсоқ немесе арнайы мақсатта тәжірибелеу қорытындысынан туындаған пісірме ботқаның түрінде болды. Қазіргі уақытта ертеректегі нанның жалғасын бүкіл әлемде әр алуан жармадан даярлайды. Мысалы, мексикалық тортилья, үндінің чапатити, қытай ролл, пинк, шотландық сұлы жұқа наны, солтүстік америкалық жүгері жұқа наны, ашытқыдан жасалған нан алғашқы рет Мысырда жергілікті жерде астықтың өсуіне қолайлы жағдайлардан пайда болды деп есептеледі. Ал мұндай нанды даярлауға екі қасиетке ие болған бидай сұрпын шығару қажеттігі туындады.